Қайырлы күн достар, бүгінгі видеомызда өттің адам ағзасына қаншалықты пайдалы екеніне тоқталатын боламыз. Сонымен бірге өт аурулары, өт ауруының алдын алуы және ас қорыту кезінде өттің атқаратын қызметіне кеңінен тоқталатын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Видеода бұрын-соңды сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны міндетті түрде баса кетіңіздер. Өт сарғыш қоңыр, дәмі ашқылтым, қою сұйықтық. Өт бауырда түзіліп, одан кейін өт шығарғыш өзек арқылы өт қабына келіп құяды. Өт қабынан ағза қажет етсе ең негізгі өт шығарғыш өзек арқылы 12 шекке келіп құйылады. Ас қорыту кезінде өттің атқаратын қызметі орасан. Ол қоректік заттардың құрамындағы майларды ыдыратады. Өттің әсерінен ферменттердің қатысуымен ас қорыту процесі жүреді. Тағамдарды ақуыз, көмір суына және майларды май қышқылына дейін ыдыратады. Бауырдан бөлінген өтпен бірге ағзаға қажеті жоқ және зиянды химиялық заттар сыртқа шығарылады. Өт қызметінің бұзылуы, өт қабында өттің қоюлануы асқазан шек жолдарын ғана емес, сонымен қатар басқа да ағзалар мен жүйелерді зақымдайды. Адам ағзасы толыққанды дәрумендер мен микроэлементтерді ала алмайды. Соның әсерінен түрлі шаршағыштық, әлсіздік, ұйқысыздық және тағы да басқа симптомдарды байқауы мүмкін. Өт жолдарын тазалау, өттің қоюлануын болдырмау үшін өт қабында тастардың түзілмеуі үшін қажет. Ол өт сұйықтығының жылжуына әсер етіп, ағзаның бір қалыпты жағдайда ұстап тұруына әсер етеді. Қазіргі кезде дәрі-дәрмектердің және халық емінің көмегімен өт жолын тазалауда қолданатын көптеген әдістер бар. Бірақ өт жолын тазалауда қолдануға болатын және қолдануға болмайтын қарсы көрсетілімдері бар екенін ескергеніміз жөн. Өт жолын тазалауды қандай жағдайда қолданған дұрыс? Негізгі көрсетілімдері өт қабының дискинезиясы, антибиотиктерді, жансыздандырғыш препараттарды ұзақ уақыт қолданғанда, дұрыс тамақтанбау кезінде, өт қабының қабынуы кезінде, ағзаның улануы кезінде, бір орында қимылсыз ұзақ уақыт отырған кезде, билиарлы жүйенің қызметінің бұзылысы кезінде. Өт жолын тазалау барысында дәрігердің кеңесін алған жөн. Тазалаудан бұрын кейбір ауруларды емдеп, оның асқынуын алдын алу қажет. Бауыр және өт қызметінің бұзылысының симптомдарына тоқталатын болсақ, оң жақ қабырғасының ауырсынуы, метеоризм, үлкен дәреттің жүрмеуі, тәбеттің болмауы, ауызға қышқыл дәмнің келуі және кекірік, әртүрлі деңгейдегі аллергия, әлсіздік, шаршағыштық. Бұл көрсетілімдер де өт жолын тазалауды талап етеді. Егерде өт қабында көптеген ұсақ тастар болса, немесе үлкен конкременттер болса, процедура жүргізілмейді. Себебі өт жолын жауып, қабырғаларын зақымдайды. Сонымен қатар, науқас қатты ауырсыну сезімін сезіну мүмкін. Достар, видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Видеода бұрын-соңды сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны міндетті түрде баса кетіңіздер. Сонымен қатар, өт жолдарын тазалау, асқазан шек жолдарының асқынуы кезінде, екі қабат кезде, сүт емізу кезінде, адам ағзасында паразиттер болғанда, операциядан кейін, жүрек қан тамырлар жүйесі аурулар кезінде жүргізу қажет. Өт тазалау жолдар кезінде дайындықты шекті тазалаудан бастау керек. Себебі шектерді токсиндерден тазалау ағзаға қажетті макро және микроэлементтерді сіңіруге жағдай жасайды. Сонымен қатар, қатаң түрде диета сақтау керек. Диета бауыр қызметіне қысым түспеу үшін және метеоризм болмау үшін жеңіл тағамдарды пайдаланған жөн. Көбінесе ботқаларды, сорпаларды, қаймақтарды жеген пайдалы. Алкогольден, майлы және қуырылған тағамдардан біржолата ада болыңыз. Сонымен қатар,
дәстүрлі өт тазалаудың жолы өт айдайтын препараттарды қолдану. Тағы да айтамыз, ең бірінші дәрігердің қабылдауынан өтіп барып, кеңес алғаныңыз дұрыс болады. Өт жолдарын үй жағдайында қалай емдеуге болады? Балды әсіресе бауыры және өт жолы ауыратын адамдар көбірек пайдаланады. Оны белгілі бір мөлшерде ірімшікке, яғни творогке, сәбізге, лимон қышқылына қосып жеген дұрыс. Кейде тұрыптың ішін өңгіп, оған балды толтырып қойып, 3-4 сағаттан кейін дайын болған шырынды өт жолы ауыратын ересек адамдарға ас қасықпен, ал балаларға шай қасықпен күніне 2 рет беру керек. Мұндай әдіс өт жолымен бүйректе құм, тас жинаудан сақтайды. Сондай-ақ 1 стақан сәл жылытылған минералды суына 1 ас қасық бал қосып, оны аш қарынға ішіп, 1,5 не 2 сағаттай қырынан жатып, бауырға аса ыстық емес грелка басқан жөн. Сонда бауырда жиналып қалған өттің асқазанға қарай ағып өтіп, бауырдың жеңілденуіне әсер етеді. Балды үккіштен өткізілген сәбізге қосып, банкіге салып біраз уақыт қойса, әбден еріп сәбіздің шырыны қосылып, тосап сияқты өте тәтті тағам болады. Оны әсіресе бауыры, өт жолы ауыратындар ем ретінде пайдаланса, шипалық қасиеті мол болады. Бал қосылған сәбіздің құрамында каротин деп аталатын дәруменді заттар жақсы сақталады. Балды лимонға қосып сақтаса, бүйректегі, бауыры мен өт жолы ауыратындарға өте пайдалы. Пияз бауыр мен өт жолдарына ем. Үстіне шекер сеуіп, буға пісірілген пияз бауыр мен өт жолдары ауруына ем болады. Пияздың тұқымын суға қайнатып ішсеңіз, бүйрек ауруына шипа. Осы қайнатпаны 1/1 мөлшерде піскен сүтке араластырып ішсеңіз, көзіңіздің көру қуаты арта түседі. Жалбыздың пайдасы орасан. Жалбызды өт бөлінуінің бұзылысында, өттің және өт жолының қабынуында, сонымен қатар өттегі тас аурулар мен сары ауруда, ісінулерде, асқазан шаншуларында, ас қорыту және жүйке жүйесінің бұзылысында, ұйқысыздықта, бас сақинасында, неврологияда, жүйке тұрысуында және етектер кезінің бұзылысында кеңінен қолданады. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.